Қайырлы күн іскер азамат тобының көрермендері, табысты кәсіпкерлер. Бүгін мен өз YouTube каналымда күнделікті қалай дұрыс толтыру керек екендігін көрсеткелі отырмын. Яғни күнделікті сабақ өткізілген белгіні қалай қою керек, үй тапсырмасы белгілеу керек және 100% күнделіктің толтырғанына қалай көз жеткізуге болатындығын көрсететін. Әрине бұны көп әріптестеріміз, жасы үлкен әріптестеріміз білмей жатады, немесе жас мамандар болса, олар күнделікті қалай толтыру керек екендігіне жатады. Сондықтан да осы видеоны назарларыңызға ұсынғанды жөн деп санадым. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, түсінбеген жеріңіз болса комментарий жазыңыз, мен оқып міндетті түрде жауап беретін боламын. Және біздің каналға жазылып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Видеоны бастамас бұрын мен осыған дейін іскер азамат YouTube каналында біршама жақсы видеолар салған болатынмын. Егер көрмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма кіріп, жазылып, видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Бұл жерде өзіңізге қажетті кәсіби мен бизнесті қалай бастауға болады, қалай жүргізуге болады деген сияқты. YouTube каналды қалай жүргізуге болатындығы туралы, фоннан өзімізге қажетті документтерді қалай алуға болатындығы, күнделікті қалай дұрыс толтыру керек, және де кәсіби мен бизнес YouTube каналда қалай жүргізу керек, қайтарымсыз 1 миллион 200 мың грантты қалай алуға болатындығы туралы біршама жақсы видеолар салғанмын. Егер көрмеген болсаңыз, каналыма жазылып, міндетті түрде қарап шықсаңыздар болады. Тегін білім, тегін сабақтар, байыса қазақ байысын. Сондай-ақ егер сізде қосымша сұрақтар болатын болса, каналымның жоғарғы жағында WhatsApp номер және менің әлеуметтік желілерім Instagram және Telegram каналға жазылып қойсаңыздар болады. Және сіздерге бір ақпарат, менің Telegram каналымда Алматы қаласы бойынша 150-дің базасы енгізілген. Өзіңізге қажетті тауарларды арзан қолжетімді бағада тапсырыс беріп алдырсаңыздар болады. Видеомызды бастайық. Күнделікке кіру үшін міндетті түрде Google-ға кіріп, күнделік батырмасын басамыз. Осындай бет ашылады. Осы беттен кейін сіз кіру батырмасын басуыңыз керек. Батырмасын басқаннан кейін міндетті түрде өзіңіздің логин парольдеріңізді енгізесіздер. Сонда сізге мынау мектеп деген кезде назар аударыңыз деп осындай белгі шығады. Міндетті түрде осы белгілердің үстінен басып, белгі қою деген батырманы басып, сіз сабақ өткізгеніңіз туралы батырманы осы жерден басасыз. Мынау жерде сабақ өткізілді деген жерге міндетті түрде галочка қоюларыңыз керек. Байқасаңыздар, мен біреуін толтырдым. Дәл осылай осы әрекетті қайталаймын. Яғни қалған сыныптарды да мен не істеуім керек? Белгілерін қойып шығуым керек. Міне мен галочкалардың барлығын қойып шықтым. Енді мен үй тапсырмасында мәселелер туындап тұрған туралы маған ескертіп тұр. Беру деген батырманы басамын және осы жерден қай сыныптарға үй тапсырмасы берілген жоқтығы көрсетіледі. Енді осыны беру деген батырманы басамын. Міне беру деген батырманы басқаннан кейін міне тақырып бойынша есептер шығару деген көшіріп алып, мынау жерге қоямын. Немесе өзіңіздің күнделікті берген тапсырмаларыңыздың кітаптың бетін, номерін, параграфтың, тақырыптың атын жазсаңыздар болады. Солай толтырамын. Және міне 10-шы сыныптың геометрия сабағында міне сіздер осы іс-әрекеттерді қайталау арқылы үй тапсырмасын берсеңіздер болады. Немесе қазір екінші вариантты көрсетем сіздерге. Сол жерден қарап берсеңіздер болады. Үшін міне мынау жерде міне тапсырмасы 15 күнге берілді. Жазып жатырмын. Немесе жаңағыдай кіріп шығып жүрмес үшін мынау жерден өзіңіздің үй тапсырмасы бергіңіз келетін сыныпты таңдайсыз. Алгебра, қарау, ЗПР егер оқушыңыз болатын болса, оған арнайы күнделік енгізілген, соған кіресіз дағында үй тапсырмасын басу деген батырманы басасыз. Міне мен үй тапсырмасын толық беріп шықтым. Енді қайтадан мынаған келетін болсам, міне менде өткізілген үй тапсырмасы туралы ешқандай белгі жоқ. Енді біз сіздермен мынау жерді мен көрсетіп жіберейін. Жаңа біз үй тапсырмасын беру деген батырманы кіргеннен кейін мынау төменгі жағын басатын болсаңыз сыныптар болады. Қажетті сыныбыңызды таңдап аласыз дағыны, өзіңіз беретін пәнді таңдап,
кароо деген батырмасын басып толтурсаңыздар болады. Мисалы үчүн мен сизге азыр 5А сыныптын көрсөтүп отурмун. Эгер сизге мисалы үчүн 10-сыныптыкын толтуруу керек болсо 10-сыныпты басасыз дагы алгебраны таңдайсыз и кароо деген батырманы бассаңыз сол сыныптын үй жумусунун маселелери чыгады. Осулай үй жумусун толтурсаңыздар болады. Және де азыр мен сиздерге есепти жүргүзбес бурун калай бага коюу керек экендигин көрсөтөтүн боламын. Журналдар деген батырманы басасыз және өзүңүзгө кажетти сыныпты таңдайсыз. Мисалы үчүн 5А сыныбын таңдайм мен азыр, математика деген сабагын. Өзүңүзгө дурус әрі адил коюу үчүн өзүңүзгө міндетті түрдө күндөлүк арнап алсаңыз болады. Мен өзүм күндөлүк арнап алгам, және сол окуучуларга мен аты жөндөрү жазылып, өз багаларын осылай багаларды, күндөлүктүү багаларды койсаңыздар болады. Енді мен сиздерге есептин калай 100% болгондугун көрсөтөйүн деп отурмун. Есептер деген батырманы басасыз. Міне ЭЖК жүргүзүү статистикасы. Мектепти көрсөңүз болады, сыныпты көрсөңүз болады, мугалимдер деген көрсөңүз болады. Эгер сиз жеке өзүңүздүкүн көргүңүз келсе, міне мугалимдер деген батырманы басасыз. Сол мына жерден аралыкты таңдайсыз. Кай аралыктан көргүңүз келеді. Ошону тек кана бүгүнкү күндүкүн карайтын болсак, биз мына жерден осы күндү таңдап аламыз. 15 мисалы үчүн бизде өзүбүздүн аты жөнүбүздү тауып аламыз міндетті түрдө. Есептерді құрау деген батырманы басамыз. Міне байкап отурсаңыз, менде барлык пәндерден 100% экендиги көрсөтүлүп тур. Біз мектеп боюнча эгер карайтын болсак, мына жерде мектеп деген батырманы басамыз және бул жерде де аралыкты таңдайсыз. Көбүнесе завучтар осы мектеп деген батырманы иске косуу аркылы өздөрүнүн WhatsApp чаттарына жиберип отурат. Пәлен мугалим күндөлүктү толтурмады. Азыр күндөлүк деген мугалимдердин міндетті кужаты болгондон кийин өтө үлкен жоопкерчилик. YouTube каналынын көрөрмендери міндетті түрдө Искер Азамат YouTube каналына тиркелип алыңыздар. Және мына жогорку жакта коңгуроуша батырмасы тур. Коңгуроуша батырмасын міндетті түрдө басып коюңуз. Эгер сиз коңгуроуша батырмасын басатын болсаңыз, менин YouTube каналда видеолорумду эң алгачкылардын бири болуп көрөтүн боласыз. Және казакча Искер Азамат YouTube каналынын казакча топтун дамууна өз үлөсүңүздү коскон болуп эсептелесиз. Курметтүү ариптештер, курметтүү көрөрмендер, зыйын коюп тыңдагандарыңызга рахмет. Эгер сизге түшүнүксүз жерлер болсо, міндетті түрдө комментарий калдырсаңыз, мен окуп жооп беретін боламын. Және менин кәсби мен бизнес курсума жеңилдикпен жазылсаңыздар болады. Сәттүү өтсүн. Назарларыңызга рахмет. Сау болуңуздар.